Балабақшада осы оқу жылында 2022-2023 баланың жеке даму картасын толтыру бұрынғы нұсқаға қарағанда сәл өзгеше болады. Бұл жолы білесіздер, мониторинг 5 сала бойынша аталмайды, өзгерген. Физикалық дағдылары, коммуникативтік дағдылары, танымдық және зияткерлік дағдылары, шығармашылық, әлеуметтік, эмоционалды дағдылары деп. Соған байланысты баланың жеке даму картасында да физикалық, коммуникативтік, танымдық, шығармашылық, әлеуметтік дағдыларына сай толтырасыздар. Егер сіз балаға бұрынғы нұсқамен айтқанда төмен деңгей қоятын болсаңыз, сіз міндетті түрде түзету, дамыту жұмыстарын осы жеке даму картасына жазу керексіз. Қазан-желтоқсан айларында алғашқы балада қандай физикалық қасиеттер болып, дене шынықтыру бойынша сабағында баланың мүмкіндіктері, жетіспеушіліктерін жазасыздар. Түзететін жұмыстарыңыз болса, коммуникативті болып білеміз, мектепке алды топтарда көркем әдебиет, сөйлеуді дамыту әр жаста әртүрлі ұйымдастырылған іс-әрекет бойынша қалыптасады. Соған сәйкес аралық бақылау ақпан-сәуір айларында аралық мониторингтан кейін не өзгерту керек, соны жазасыздар. Қорытынды ол міндетті түрде мамыр айындағы мониторингтан кейін жазылады. Мониторинг бойынша оқу жылының басындағы аралық және қорытынды мониторингтан кейін сіз баланың жеке даму картасының қорытындысын шығарасыз. Егер сіз 5 дағды бойынша, 5 саладағы дағды бойынша баланың барлығы жасай алады, біледі, орындай алады, қайталайды, түсінігін айтады, әңгіме құрастыра алады, сурет бойынша деп барлығына жоғары деңгей белгілеген болсаңыз, міндетті түрде қорытынды кезеңде ол балада жоғары деңгей көрінеді. Бұрын біз 3-ші деңгей, 2-ші, 1-ші деңгей деп айтатынбыз. Қазір де дәл солай. Мониторингті білесіздер, Excel формадағы таблицада 3 колонка берілген. Әр сұрақтың астына ол бұрынғы жоғары, орта, төмен деңгейге келеді. Мысалы, егер сіздер қандай түзету жұмыстарын дамыту жазуға болады десеңіздер, төмендеме сіздерге көрсетейін. Мысалы, физикалық дағдыларға ұлттық қимылды ойындар, жарыс элементтері, ойындар мен эстафеталық ойындарға қатысу, белсенді таныту, дағдыландыру, қалыптастыру, дамыту деген сияқты жазсаңыздар болады. Бұл жердегі жазылатын түзету, дамыту сұрақтары, бағыттары міндетті түрде мониторингта қойылған сұрақтарға байланысты жазсаңыздар болады. Бұл тікелей соған байланысты жауап болады. Егер сіз ол жақта төмен деңгей көрсеткен болсаңыз, сіз ол балада көптеген қасиеттерді, білім, білік дағдыларды дамыту, қалыптастыру, дағдыландыру керексіз. Соны осы жеке даму картасында көрсетесіз.